Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академиясы жөнінде ақпарат беруді жөн көрдік. Сыр жұлдыздары туралы ақпаратты бірінші біз бастаймыз. Өскелең ұрпақ, жас ұрпақтың пікірлерінен бастасақ болады ма? Біз расында осындай Қызылорда қаласында әртүрлі жастардың дамуына жасалып жатқан осындай бастамаларға расында қуаныштымыз. Бұл жерде әртүрлі секциялар бар екен. Спорттық үйірмелер, адамның тұлғалық дамуына көмектесетін үйірмелер бар екен. Осындай бастамаларды қолдаймыз. Иә, құрметті көрермен, біздің осы өскелең ұрпақтың пікірлерін тыңдадық. Әрине айтқандары орындала берсін. Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академиясының Қызылорда қаласында 2025 жылы 8 мамырда Сыр жұлдыздары шығармашылық инновациялық академиясы салтанатты түрде ашылды. Бұл заманауи білім беру орталығы балалар мен жас өспірімдерге арналған және олардың шығармашылық, техникалық және спорттық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Ендігі кезекте академияның негізгі ерекшеліктері: қабылдау мүмкіндігі бір мезетте 500 оқушыны тәулігіне 3000-ға дейін баланы қабылдай алады. Спорттық инфрақұрылымы: бассейн, көркем гимнастика және фитнес залдары, үстел теннисі мен жекпе-жек залдары, топтық жаттығу бөлмелері бар. Қандай керемет. Шығармашылық және техникалық бағыттар: кескіндеме, сурет салу, резин, арт, сәндік, қолданбалы өнер, балалар шығармашылығы шеберханасы, Fab Lab, дыбыс жазу студиясы, роботехника, жасанды интеллект, биотехникалық 3D модельдеу, кейіп және автоматтандыру, киберспорт және математика қабілеттерін жұмыс істейді. Құрылыс мердігері BI Global жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екенін хабарлаймыз. Әрине, әдемі бұның ішінде, бұл академияның ішінде түрлі секциялар бар екеніне куәгер болдық. Бұл академия Қызылорда облысындағы білім беру инфрақұрылымын жаңғырту бағытындағы маңызды қадамдардың бірі. Соңғы 3 жылда өңірде 3 оқушылар сарайы мен 2 өнер мектебі іске қосылып, қосымша білім беру саласы қарқынды дамып келеді. Сапалы білім жетістікке жетудің жолы экономиканы дамытудың басты құралы болып саналады. 7 түрлі ілім білетін ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі күннің негізгі міндеті. Осылай деген президент жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беруді, жүйелі жұмыс атқаруды тапсырған болатын. Бұл бағытта Сыр өңірінде серпінді істер бар, көрінеді, білінеді. Мәселен, соңғы 3 жылда білім беру саласында бөлінген қаржы көлемі 32% артқан белгілі. Бұл облыс бюджетінің 43%-ын құрайды. Атқарылған ауқымды істерді баяндаған аймақ басшысы академия бәсекеге қабілетті ұландарға және мүмкіндіктер сыйлайтынын жеткізді. Айта кетейік, былтыр өңірде білім беру инфрақұрылымын дамытуда 13 ғимарат пайдалануға берілді. Соңғы 3 жылда 3 оқушылар сарайы мен 2 өнер мектебін іске қосылғанын баяндадық. Әрине, бүгінде Шиелі ауданында 200 орындық оқушылар сарайы мен 50 орындық өнер мектебінің құрылысы жүруде. Оның барлығы жас буынымыздың қосымша білімін жетілдіріп, дағдысын дамытуға мүмкіндік бермек, және де жас өскелең ұрпақтардың осы бәсекеге сай білім алуын, түрлі жан-жақты болуын президент әкімшілігі қолдайтынына бірде-бір пайдасы тиіп жатыр. Өзім қала тұрғыны ретінде осындай академиялар, өнер мектебі, музейлер ашылып жатқаны, университеттің оқушылар сарайларының ашылып жатқандары көңілді қуаныш бөлейді. Себебі біздің болашағымыз, қазақ еліміздің болашағы өскелең ұрпақ білімді, өнерлі, жеті өнерлі болуын жалғастыра бермек. Бейнежазба соңында қазақ тілді арнамызды тіркеліп, бағалап, бөлісіп, пікір қалдырып өтсеңіздер екен, нұр үстіне нұр болар еді. Алдағы уақытта да осындай жақсы жаңалықтармен қаламыздың көрікті жерлерін хабарландыру болсын, тарихы болсын, жақсы бейнежазба жазамыз деп үміттеміз. Сіздерге сау болыңыздар, кездескенше.